Бізде чиновниктер тағынғаны сааттарды қарасаңар, Хаблат, Rolex, Адемар Пике, бұлар өте қымбат бағада сааттар. Машинаны автоунан айдағандар, мына Lexus 600, 300 Крузак, Майбах, жана башқа. Күн сайын кечинде обед өте қымбат ресторанға баршады. Самолетқа отырғанда обязательно бизнес-класс менен баршады. Ушундай чиновниктер бізде бар. Бірақ декларацияны қарасаң, декларация айлығы менен жашайды. Бизнесі жоқ, заводы жоқ, ештекесі жоқ. Бизнесмен емес. Бірақ бұл коррупциялық жүрім-түрім. Коррупционное поведение. Надо это определение вводить. Посмотрите образ жизни некоторых чиновников, у которых не соответствуют их доходы и их расходам. Я считаю, это тоже изучать надо.